Осында тұрасың ба? Ал айт, не болды? Ештеңе де болған жоқ. Не болды деймін саған? Шаруаң болмасын. Айғайлама маған. Қалай шаруам болмасын? Шаруам бар. Ақыры маған жүгіріп келген екенсің. 4 бала болып ұсталып қалдық. Қорықпа, бәрін реттеледі. Реттелеме? Армандапсың. Шешең айттың ба? Ол ештеңе білмейді. Басыңды қатырма, бәрін шешем. Ештеңе де шеше алмайсың, тіпті шешем деп ойлама. Болды, қойшы. Осы жерде отыр да ештеңеге тиіспе, ұқтың ба? Жата тұруға бола ма? Ештеңеге тиіспе дедім саған. Жатуға болмайды. Ұқтым бәрін. Құтырып барасың. Байқа. Бәрі жақсы. Менің жанымда. Мина жылай бермеші. Жаралы емес, жай сырып кеткен. Ештеңе етпейді. Қайғайдағын айтпа, ешкімді өлтірмей. Жеме-жемге келгенде олар сөзбен ғана батыр. Жоқ, айналыса алмайым, қолым тимейді. Жұмыс істеп жатырмын. Жоқ, керек емес. Айтпа оған. Бірдеңе ойлап тап. Жылағың келсе бөлмеңе бар да жылап ал. Жатамыз ба? Біраз отыра тұрайын. Сіз де отырыңыз. Мына жерге отырыңыз. Мына суреттегі әйелге қарағанда не ойлайсыз? Жаман емес сияқты. Иә, одан басқа. Жүріңіз жоғарыға барайық. Менің әлі шаруаларым бар. Ал мен орнынан қашан тұрып, маған бұрылады екен деп ойлаймын. Сонда оның жүзін көрер едім. Ол сізге ұқсайды. Есімі Адама ма? Иә, дұрыс. Оған жақсылап қарадым. Көшеде кездестірсем, сіздің бауырыңыз екенін бірден түсінер едім. Қызық екен. Неге? Өйткені ол менің бауырым емес. Солай ма? Иә, бәрі соншалықты оңай емес. Сонымен ол сіздің ініңіз бе жоқ па? Жарайды, мен бәрін түсінген сияқтымын. Әрі қарай кеттік. Менің әке-шешем туған әке-шешем емес. Олар менің ағам мен тәтем. 8 жасымда Сенегалдан алып келген. Олардың балалары болмаған. Есесіне ағасында бала көп еді. Үлкен асырап алды. Мені.